Айна тек тұрмыстық мақсатта қолданылмайды. Ол бергі әлем мен рухтар әлемін байланыстырушы ретінде тылсым құпияға толы. Айна мен рухтар әлемін байланыстыру әдеби шығармалар мен аңыз әңгімелерде молынан кездеседі. Салем достар, бүгін біз сендерге ужас және триллер жанрында түсірілген «Танцовщица» деп аталатын қысқа метраждық фильмді айтатын боламыз. Фильмді YouTube арнасында көруіңізге болады. Ссылкасын описанияға қалдырып кетем. Видео басталмас алдын арнаға тіркеліп кетуді және қоңыраушаны қосып қоюды ұмытпа. Ал біз бастадық. Фильм басында жас бір әдемі қыздың есіктен кіріп келе жатқаны көрсетіледі. Ол жоғарыға көтеріліп бөлмеге кіреді. Ал бөлмеде ешкім жоқ болады. Қыз балетпен айналысады екен. Ол сумкасын сол жерге қойып киімдерін ауыстыра бастайды. Киімдерін ауыстырып біткен соң бейінен алдын кішкене жаттығу жасайды. Сол кезде свет жарықтары ойнап өшіп жанады. Бірақ қыз оған назар аудармай жаттығуын жалғастырады. Қыз көңіл күйін түсірмей, балет биін билеуді бастайды. Басында барлығы ойдағыдай кетіп жатады. Бірақ кенеттен свет жарықтары тағы ойнап өшіп жанады. Бұл жолы қыз қорқып зәресі ұшады. Қызды қорқыныш үрейі қаптап алады. Бірақ қыз өзін сабырлыққа шақырып, өзін қолға алады және биін жалғастырады. Барлығы ойдағыдай болып билеп жатқанда айнадағы өзінің көрінісін артта қалып қозғалып жатқанын байқағандай болады. Қыз не болғанын түсінбей аңтау болып қалады. Содан кейін ол айнаға қарап әр түрлі қимыл қозғалыстар істеп көреді. Айнада барлығы аумай қайталанып тұрады. Бір мезетте қыз бір қозғалысты істегенде өз көзіне өзі сенбей қалады. Қыз айнадағы көрінісін, қимыл қозғалысын бірдей жасамай жатқанын байқайды. Қыз қатты қорқып, қаша бастайды. Бірақ артынан кімдір келе жатқандай дыбыс естіледі. Қыз тоқтап артына қараған кезде, оның айнадағы көрінісі оған қарап тұрады. Қыз өзінің айнадағы көрінісіне гипнозданып қалады және айнаға қарай жақындаса бастайды. Қыз айнаға жақындасқанда оның көрінісі оған қарап қимыл қозғалыстар істей бастайды және қыздан соны қайталауды талап етеді. Әрине қыз қозғалыстарды бірдей жасайды. Ал айнадағы көрініс тағы басқа қозғалыстарды істеп, соларды қайталауды талап етеді. Қыз барлығын бірдей қайталап жатады. Ал айнадағы көрінісі одан да қиын қозғалыстарды көрсете бастайды. Қыз бір амалдап артынан қайталап келеді. Бір мезетте айнадағы көрініс қиын қозғалысты қайталауды сұрайды. Бірақ қыз қанша тырысса да бірдей жасай алмайды. Бұған айнадағы көрінісінің қатты ашуы шығады. Ол ашуланып өз аяғын сындырады. Ал айнаға қарап тұрған қыздың шынымен де аяғы сынады. Қатты қорқып, не істерін білмей қалған қыз еденде жатқан күйінде қаша бастайды. Ол сумкасындағы телефонға қарай қозғалады. Бірақ айнадағы көрінісі қыздың саусақтарын теріс айналдырып сындыра бастайды. Қыз жан далбасасында қатты айқайлап қиналады. Бірақ қыз бір амалдап орнынан тұрады және айнаға қараған кезде қыздың көрінісі оның басы мен денесін екі жаққа айналдырып жібереді. Содан кейін қыз сол жерде өледі. Ал айнадағы қыздың елесі балет биін билеуді жалғастырады. Фильм айнадағы елестің биімен өз соңына жетеді. Достар, ата-бабаларымыздан келе жатқан сөз бар. Түнде айнаға қарама, ұйықтар алдында айнаның бетін жауып қою керек. Және сынған айнаға қарама деген сияқты түсініктің астарында айнаның осындай сиқырлы күшке иелігі жатыр деп ойлаймыз. Құрметті көрермендер, осымен біздің видео өз соңына жетті. Егер сіздерге біздің видео ұнаған болса, лайк басып арнаға тіркеліп кетейік. Достар, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.